отырып жасайтын боламыз. Табанынан кейін табанның алдыңғы бөлігіне жасаймыз. Осылай. Бұл баламызда кривошея бар, оған плюс кривошеяның массажын жасадық. Кривошеяның видеосы менің каналымда бар. Осы тұста мен сіздерге перевес туралы айта кетейін. Перевестің зиянына келетін болсақ, баланың дамуын кешеуілдетеді. Яғни басын көтеруі, отыруы, еңбектеуі бәрі кеш дамитын болады. Онда да осы тек массаждың көмегі арқылы. Сондықтан да егер сіздердің балдарыңызда перевес болатын болса, осылай өз қолдарыңызбен болсын массаж жасайтын болыңыздар. Ал енді арқа бөлігіне көшетін боламыз массажды. Арқа бөлігінен алдымен қыздырып аламыз. Жақсылап қыздыратын боламыз. Алақанымызды қыздыра отырып, негізі памперсін шешіп тастап жасайсыздар. Жамбас бөлігімен қоса, менде қазір ютубқа көрсетуге болмағандықтан, ютубтың заңына тыйым салынғандықтан памперсімен жасап жатырмын. Негізі балалар массажында қолға қалай күш салады, өз күш қалай түсіре аласыздар, солай жасап, өз фантазияларыңызға қарай жасай бересіздер. Ең главный ол жерде қан жүру керек, дене қызарып, қан жүру керек. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіз жасай берсеңіздер де болады. Қолымыздың саусақтарын жұмып, айландыра отырып массаж жасаймыз. Өздеріңіз көмек бересіздер, яғни солай қан жүгіртеміз. Бұл балада алдың айтып өткенде перевес, сол үшін массаж алып жатыр, және де кривошея, және де баламызда ең жеңіл түрдегі дисплазия Алла қаласа 3 курста жақсы болып кетеді. Мінекей осылай массажымызды арқа бөлігіне жасайтын боламыз. Арқа бөлігінен кейін аяғының артқы бөлігіне тағы да массаж жасалынады. Майымызды құйып, жаңа айтқанымдай, памперсті шешіп тастап, жамбасымен қоса жасалынады негізінде. Барлық массажда ең алдымен қыздыру процесі жүреді. Қыздырылмай жасалған денеде көгерген сияқты іздер қалуы мүмкін. Сол үшін ең алдымен жақсылап қыздырып болғаннан кейін уқалау процестерін жасайтын боламыз. Екінші аяғына да дәл осылай жасайтын боламыз, плюс элфкасын жасаймыз. Ал ендеше Қажымұқан батырымызға лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар. Келесі кездескен